Өгіз. Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Олар сиырдың сүтін қорек етіпті. Сүтке жарымаған сиырдың бұзауы өліп қала беріпті. Жылдар өтеді, кемпір шал қартаяды, ал жалғыз сиырға бұзау қытаймайды. «Қой, болмас» дейді бір күні шал кемпіріне. «Бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Сиырды саумай-ақ қойшы, бұзауы өссін». «Жарайды» деп кемпір де келісе кетеді. 3 күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да сиырды саумай, сүтті бұзауына береді. Енесінің сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болады. Келе-келе ол өзінің семіздігіне мастанады. Оған мынадай ой келеді: осындай зор денеммен сиырлардың арасында жайыламын. Жоқ, бұл маған лайықсыз, мен түйелерге қосылайын деп ойланады. Сөйтіп, өгіз түйелерге қосылады. Өзін ерекше сезініп жүрген ол барынша түйе болуға тырысады. Түйенің жеген шөбін жейді, шөлге кетіп, сортаң жерді жайлайды. Ақырында шөлге шыдамай, іші ауырып, «Қой, мен жылқыларға барайын, олардың тіршілігі жеңілдеу болар» деп шешеді. Енді өгіз жылқыға қосылады, бірақ бұл да оған жайлы тимейді. Үйірден қалмаймын деп жүріп, алаөкпе болады. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Өгіз үйірге ілесе алмай, айдалада қалады. Бір жақсысы, қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын естіп, оны қорғап, қасқырдан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. «Өз тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен» депті ол жасын сүртіп тұрып. Өгіздің бұл сөзі басқа бұзауларға сабақ болыпты.